Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып отырыңыздар. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Бүгінгі сабақ 44-ші сабақ, төрт түлігі елімнің. Бүгінгі сабақта оқиғаның дамуын болжап айтатын боласың, және де әңгіме бойынша пікір білдіретін боласың. Бірінші тапсырма: жануарларды дыбыстаумен сәйкестендір. Балалар, бізде түйе бостайды, жылқы кісінейді, қой маңырайды, сиыр мөңірейді. Келесі екінші тапсырма: түсініп оқы. Жер иесі қызыл сиырды жүк мәшинесіне салып алды. Жануар мәшиненің үстінде теңселіп, қорасын қимағандай мөңіреп бара жатыр. Бипанға қызыл сиыр жұлқынып, қарғып кеткісі келгендей болып көрінді. «Оны неге бердіңдер?» деп Бипан қатты қамықты. «Кезермедегі Назкен апайдікіне бердік. Балаларына беретін ағарғаны болсын», деді атасы. Бұрын ол Бипанның қызыл бұзау еді. Алдына шөп салып, шелекпен суғарып баққан. Күндердің қалай өткенін білмейді. Көз алдында қызыл бұзау қызыл сиырға айналды. Бипанды алыстан таниды. Көрсе болды, мөңіреп, тұмсығын көтереді. Бірер күннен соң Бипан түс көріпті. «Ата, әже, түсімде қызыл сиыр қайтып келіпті», деді. Атасы мен әжесі күлді де қойды. Оқиғаны болжайық балалар. Сиыр қайтып келуі мүмкін бе? Қалай ойлайсыздар? Оқиға әрі қарай қалай дамуы мүмкін? Келесі күні кешке қақпа жақтан сиырдың мөңірегені естілді. «Қызыл сиыр», деп Бипан атып тұрды. Жүгіріп барып қақпаны ашты. Қызыл сиыр Бипанды көргенде мөңіреп жіберді. Бірден қорасына қарай тартты. «Ата, үйді қалай тапқан?» Бипан бір қуанып, бір таңданып тұр. Жануар туған жердің иісін өмір ұмытпайды. Тұмсығымен жерді иіскеп қойып, жүре береді деуші еді. «Рас екен ғой балам», деді атасы. Содан соң жарықтық жер иісі деп қойды. Бипан таң қалды. Жер иісі дейді, танауына топырақтың, шөптің иісі келді. Авторы Жақау Дәуренбаев. Балалар, бұл жердегі бізге сөздіктер берілген екен. Қамықты деген сөз бізде қиналды, уайымдады деген мағынаны білсе, ағарған деген сөз ол сүт деген мағынаны береді екен. Олай болса, келесі үшінші тапсырма: қызыл сиырдың мінезіндегі өзгерістерді тауып оқы. Қимастық сезім. Қимастық сезім дегеніміз балалар, бізде бұл малда дәл адам сияқты өзінің туған жерін қимай кетеді. Мазасыздануы деп отырғанымыз, мазасы қашуы, жаңағы көңіл күйінің болмауы, сағыныш сезімі деп отырғанымыз, ол жаңағы қызыл сиырдың мысалы туған жерге деген сағынышы. Келесі бағала. Оқиғаның осылай аяқталуы саған ұнай ма? Балалар, бұл жерде маған ұнау және де ұнамау туралы ой келіп тұр. Ұнауы ол жаңағы Бипанға қызыл сиырының қайтып келуі болса, ал ұнамауы ол жаңағы балалардың ақ іше алмай қалуы. Міне осы екі жағдай орын алып тұр. Бесінші қорытындыла. Жануар туған жердің иісін өмірі ұмытпайды деген сөйлемнің мағынасын түсіндір. Өйткені жануарлар да адам сияқты өзінің өмір сүретін жерін сағынып, өмірі ұмытпайды екен балалар. Осы сіздердің естеріңізде болсын. Олай болса, бізде келесі алтыншы тапсырма: бұл үй жұмысы. Үй жануарларының ерекшеліктері туралы әңгімелеуге дайындалып келіңіздер. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.